Ғарыш адамзат үшін әрқашан қызықты әрі зерттеуге толы жұмбақ әлем. Ғасырлар бойы адамдар аспан денелерін бақылап, олардың қозғалысын зерттеп, ғарыш кеңістігіне шығуды армандады. Бұл арман 20 ғасырда жүзеге асып, ғарыш дәуірі басталды. Қазақстан ғарыш саласында үлкен рөл атқарады. Байқоңыр ғарыш айлағы әлемдегі ең ірі ғарыш айлақтарының бірі. Ол Қазақстан жерінде орналасқан және көптеген маңызды ғарыштық миссиялардың іске асуына үлес қосты. Қазіргі таңда Байқоңыр ғарыш айлағы түрлі халықаралық ғарыш бағдарламаларының негізгі орталықтарының бірі болып қала береді. Қазақстан өзінің алғашқы ғарышкерлерімен де мақтана алады. Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда ғарышқа ұшқан тұңғыш қазақ ғарышкері. Ол Союз ТМ-13 кемесімен Мир орбиталық станциясына барып, ғылыми зерттеулер жүргізді. Талғат Мұсабаев 3 рет ғарышқа ұшқан қазақстандық ғарышкер. Ол 1994, 1998 және 2001 жылдары ғарышта болып, ондаған сағаттық ашық ғарыштық жұмыстар жүргізді. Айдын Айымбетов 2015 жылы ғарышқа сапар шеккен 3-ші қазақ ғарышкері. Ол Союз ТМА-18М кемесімен халықаралық ғарыш станциясына барып, ғылыми тәжірибелер жасап қайтты. Қазіргі таңда ғарыш зерттеулері жаңа деңгейге көтерілуде. Жеке компаниялар мен мемлекеттер ғарышты игеруге белсенді түрде атсалысып жатыр. Марсқа адам жіберу, айда тұрақты база салу, жерден тыс өмір іздеу адамзаттың келешектегі маңызды мақсаттарының бірі. Ғарышты зерттеу тек ғылымның ғана емес, бүкіл адамзаттың болашағына әсер ететін маңызды сала. Ол технологиялық дамуды жеделдетіп, жаңа ашылуларға жол ашады. Ғарыш әлемін зерттеу арқылы біз өзімізді және ғаламды тереңірек түсінуге мүмкіндік аламыз.